Айтыскер Балғынбек Имашев 300 мұқтаж жанға үй әперемін деп қор құрып басы дауға қалғаны белгілі. Қорға кіріп мүше болу бұлай тұрсын, үй алуға тұрған кезектің саудаланғаны айтылып шу шыққан еді. Айтыскерге алдандық дегендердің дауы енді басылғанда ақынның ұлы Данияр Имашев тергеуге ілікті. Ол Қазақ Travel компаниясының атқарушы директор қызметін атқарған. Мәдина мен Меккеге ұша алмаған 50-ге тарта адам полицияға шағым түсірген. Сөйтіп, полицейлер алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғапты. Күдікті ретінде 3 адам танылған. Соңғы уақытта басынан дау арылмаған Балғынбек Имашев жайлы Ринат Зайыт былай дейді. Балғынбек Имашев деген ол мен үшін ғана емес, қазақ айтышы үшін үлкен тұлға, және солай қалады ол, қалай болған жағдайда да. Бірақ біз кейде адами күйбең тіршіліктің, күнделікті тұрмыстың сананы билеп, абыройды беделді жеңіп кететін жерлері болады. Мен өз басым Балғынбек Имашевті қандай да бір алаяқтыққа саналы түрде баратын адам деп ойламаймын.